Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сәбіз шырыны дәмді. Балалар, бүгінгі сабақта жаңа сөздерді қолданып, қарапайым сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Сәбіз, морковь, дәмді, вкусный, вкусное, вкусное. Қызанақ, помидор. Ішемін, пью, ішпеймін, не пью. Қайталаймын. Сәбіз, дәмді, қызанақ, ішемін, ішпеймін. Ал енді балалар, сурет арқылы жаңа сөздерді есте сақтайық. С помощью картин попробуем запомнить слова. Шырын, ішемін, сәбіз, қызанақ. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңдар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Келесі тапсырма, есте сақтайық. Давайте запомним. Бұл сәбіз шырыны. Это морковный сок. Бұл қызанақ шырыны. Это томатный сок. Мен дәмді шырын ішемін. Я пью вкусный сок. Ол сәбіз шырынын ішеді. Он или она пьет морковный сок. Анна қызанақ шырынын ішеді. Анна пьет томатный сок. Ұнайды, ұнамайды. Саған қандай шырын ұнайды? Маған сәбіз шырыны ұнайды. Можно дать другой ответ, отрицательный, если вам не нравится. Маған сәбіз шырыны ұнамайды. Жақсы балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Тыңда, қайтала, оқы. Балалар, бірге оқиық. Давайте вместе прочитаем. Қызанақ шырыны дәмді. Бұл сәбіз шырыны. Сәбіз. Қызанақ. Балалар, енді тағы бір рет өздерің оқыңдар. Самостоятельно еще раз прочитайте. Ал енді айтылым. Екінші тапсырма. Суреттегі жемістерді ата. Назови фрукты, которые у вас на картине. Бұл не, балалар? Апельсин. Бұл не, балалар? Алма. Қызанақ. Анар. Жақсы балалар, осы жемістер бізде суретте көрсетілген. Эти фрукты у нас указаны на картине. Жақсы балалар. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Бірінші тапсырма, суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Ребята, вам нужно вместо картинок вставить слова и письменно выполнить это в тетради. Айтылым. Үшінші тапсырма. Анна мен Анель қандай шырын ішіп тұр? Айтып бер. Ребята, расскажите, какой сок пьют Анна и Анель? Еще ответить на вопрос сәбіз шырыны дәмді ме? Саған қандай шырын ұнайды? Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар. Айтылым. Бірінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Балалар, бұл алма шырыны ма? Ие, бұл алма шырыны. Қызанақ шырыны қандай? Қандай балалар? Ие балалар.
Қызанақ шырыны дәмді. Анар шырыны тәтті ме? Иә, анар шырыны тәтті. Сәбіз шырыны дәмді ме? Иә, сәбіз шырыны дәмді. Жақсы балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.